Ассалаумағалейкум. Бүгін біз сайттың көмегімен қазақ кирилл төте жазуын бір-біріне сәйкестендіруді үйренетін боламыз. Біздің қазақта 3 түрлі жазу бар: латын жазуы, кирилл жазуы, төте жазуы. Жалпы Қытайдан келген және Қытайда тұрып жатқан этникалық қазақтар Ахмет Байтұрсынов ұлы көшеміз ғалымымыз жасаған төте жазуды пайдаланады. Жалпы көбіміз ол төте жазуды біле бермейміз. Оны біз білу үшін осындай қазақ жазуларын сәйкестендіру жүйесімен және сайттармен жұмыс жасап, солардың көмегімен мағынасын түсінуге болады. Үйреніп алсақ та қиын емес, енді 33 әріптен тұрады, өте оңай әріп. Canon Kizit деген сайтымыз бар. Сол сайтқа кіреміз. Бұл сайтымыз қате ашылып жатыр. Осы сайт қазақ жазуларын сәйкестіргіш. Жаңағы төте жазуды мен WhatsApp-тан көшіріп алған болатын. Енді осы жерге салып көрейік. WhatsApp-тан дұрыс көріне бермейді, өйткені Android жүйесіндегі фонт бұл жазуларды ресіз көрсетеді. Қазір біз бұл жазуды кирилл жазуға өзгертіп көрейік. Қолыңыздың сол жағына қарасаңыз, төте кирилл деп тұр. Осы тетікті бассақ, бұл жазуды кирилл жазуына өзгертуге болады. Енді аздап емле қателіктер болады, бірақ 100% мағынасын дұрыс сәйкестендіреді. Және кирилл жазуды да осы жазуға сәйкестендіруге болады. Төте жазуға өзгертуге болады. Мына жерде кирилл жазуында жазылған тағы бір өлеңді салайын мен жерге. Енді бұны кирилл төте деген тетікті басамыз қолыңыздың оң жағына қарасаңыз. Міне әп-әдемі сәйкестендіріп берді. Ана тілің арың бұл. Ана тілің біліп қой, еркіндігің, теңдігің. Ана тілің біліп қой, мақтанышың, елдігің. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Айналайын қазақтар, біз ана тілдің абыройын асқақтату үшін бізге мейлі қандай сала болсын, барлығы қазақ тілінде болу керек. Оны қазақ тіліне өзгерту үшін әр қазақ жұмыс жасау керек. Мейлі цифрлы технология болсын, физика, химия саласы болсын, барлығын өзге тілді біліп, сол саланы өзге тілде үйреніп, қазақ тіліне аударып алып келуге болады. Доменді жаттап алыңыздар. Мен осы видеоның астына тастайтын боламын. Бұл осы сәйкестендіргіштің көмегімен жұмыс жасайтын болсаңыз, мысалы өзіңізге үлкен файлдар болсын, бір төте жазудағы кирилл жазуға, кирилл жазудағы төте жазуға сәйкестендіруге тура келсін. Осындай сайттардың көмегімен жұмыс жасасаңыздар, жұмыс өнімділігі 100% болады. Мыналардан бір-бірден теріп жазып отырсаңыз, қаншама уақыт кетеді. Ал мына жерде қаншалықты материалдар болсын, 100 бет болсын, мейлі 1000 бет болсын, бірер минуттың еншісінде шешіп алуға болады барлығын. Сіздермен болған Талғамсыз каналға жазылыңыздар және лайк басыңыздар. Ұнаса бүкіл әлеуметтік желіге тарқатыңыздар. Бір өзіңіз білгенше, осыны кем дегенде 10 қазақ, 1000 қазақ білсін. Сонда біздің жұмыс өнімділігіміз артады, және осындай сайт бар екенін қаншама туысқандарыңыз, қаншама қазақтар біледі. Мүмкін біреу білмей, бұны барлығын төте жазудан кирилл жазуға жазып, сөйтіп уақытын жеп жүрген шығар. Ал мына сайтты берсеңіз, ол кісіге үлкен жақсылық жасаған боласыз. Және бұны біліп қана қоймай, бұл сайт қалай жасады, бұны сестаманы қалай жасауға болады, бұнымен қалай жұмыс жасауға болады, сол сияқтында
үйренгеніміз дұрыс. Өйткені біздерде бір сайттар бар. Көрек. Қамшы кезек деген сайтымыз бар. Бұл сайт төте жазуда, латын жазуда, кіріс жазуда, үш жазуда жұмыс жасайды. Өте керемет. Бұның системасын керемет жасаған. Бұның арт жағында сол сәйкестендіргіш системасы тұр. Бұл сайттың оқылымы жоғары деп ойлаймын, өйткені мұнда төте жазу, латын жазу, барлық жазу тұрғандықтан әлемдегі барлық қазақ осы сайтты оқи алады. Кіріс жазуын танымайтындар мына жер шарының суреті тұрғанға кіреді міне. Мына сайтты төте жазу міне қазақша деген басып кеп басақ. Сайт әп-сәтте бүкіл жаңалықтарды дереу бізге төте жазуда сәйкестендіріп бере салды. Көзің ауырмайды, қалай оқимын десең де барлығы айып барадай. Тайға таңба басқандай өте керемет. Төте жазу өте керемет жалпы. Кіріс жазуын 10 шақты жылдан асты үйренгеніме. Бірақ көзім ауырып кетеді. Кейбір артық әріптер бар. Емле қателіксіз жазу маған өте қиын. Көп жағдайда емле қателік жібереміз. Ол жазу енді қазақ тіліне жарамсыз жазуға. Ал және латын жазуына сәйкестендіріп көрейік. Мына қазақша деген басып кеп қалайық. Әп-сәтте латын жазуына сәйкестендіріп берді. Бұл латын жазу елімізде қабылданған ең соңғы үлгідегі латын жазу. Енді бұл жазудың міні өте көп. Оны алдыдағы бір видеоларда айырым айтатын боламыз. Сіздермен болған талғамсыз каналы. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, және WhatsApp группасына, бүкіл әлеуметтік желілерге достарыңызға тарқатыңыздар. Біз бұл жерде пайда алайық деп отырғанымыз жоқ. Бір қазақ болса да білсін, көрсін, үйренсін деп отырмыз. Сондықтан цифрлық сауатымызды арттыру үшін сіз болып, біз болып бірге жұмыс жасайық. Сіздермен болған талғамсыз каналы әрдайым ойыңызда талғам, бойыңызда қуат, арманыңыз асқақ болсын. Және сол асқақ арманыңызды орындай біліңіз. Жай армандап қоюдың түк те мәнісі жоқ. Биыл бір жылда, бір айда мен не үйренем, нені өз кәдеме жаратам, нені достарыма үйретемін, нені үйреніп алуым керек, осыны мақсат етуіміз керек. Сау болыңыздар, әрдайым бізбен бірге болыңыздар.